Зімбір тамыры, ол несімен пайдалы және кімдерге зиян? Бүгінгі таңда көп ауруларды емдеуде зімбір тамырының кеңінен қолданылатынын бәрі біле бермейді. Пайдалы кеңестер арнасы зімбір тамырының пайдалы қасиеттері мен қарсы көрсеткіштері туралы мәлімет ұсынады. Бұл өсімдік ежелгі Қытай мен Үндістан заманынан бері белгілі. Аталған өңірдің тұрғындары зімбірді тек тамақ дайындауда қолданылатын дәмдеуіш ретінде ғана емес, сонымен қатар аурулармен күресуде де тиімді құрал ретінде қолдануға болатындығын алғаш болып анықтаған. Өйткені зімбір тамырының емдік қасиеттері таблетка мен сұйық дәрінің алдында үлкен артықшылыққа ие. Зімбір тамырының пайдалы қасиеттері. Зімбір тамырының пайдалы қасиеттері осы өсімдіктің құрамындағы дәрумендер мен қоректік заттарда жатыр. Зімбір тамырында кальций, алюминий, хром, темір, магний, никотин қышқылы, фосфор, кремний, калий, С витамині бар. Ал құрамында осындай пайдалы элементтер бар зімбір әртүрлі аурулармен күресуде таптырмайтын емдік құрал болып табылады. Сонымен зімбір тамыры дегеніміз не? Ол несімен пайдалы және неліктен әйелдер арасында үлкен танымалдылыққа ие? Тіпті дәрігерлер өзі зімбір тамырын медицина тәжірибесінде қолданады. Бұл оның шын мәнінде сиқырлы қасиеттер мен мүмкіндіктерге ие екенін және ағзаға үлкен пайда келетін дәлелдейді. Мәселен, зімбір тамырын жөтел кезінде қолдану өте тиімді. Зімбір жоғары қақырық түсіргіш әсерге ие болғандықтан тамақтағы ауырсынуды жеңілдете алады. Сондай-ақ суық тию мен тұмауда да зімбір тамыры таптырмайтын құрал. Ол дене температурасын төмендетіп, жылытады және сергектікті көтеріп, күш-қуат береді. Зімбір тамыры иммунитетке пайдалы және оны көтеру үшін қызмет етеді. Ал бұл өткір респираторлы аурулар кезінде өте маңызды болмақ. Зімбір тамыры ас қорыту жүйесіне жақсы әсер етеді. Оны тұрақты қолданылу ас қорыту процесін ынталандырып, асқазан сөлін қалыптастырады. Ал бұл бірінші кезекте ас қорытудан, кекіруден немесе ішке шыққан жаралардан зардап шегетіндер үшін аса маңызды болып табылады. Зімбір тамырының салмақ тастаудағы пайдасы. Зімбір тамыры артық салмақтан арылуда белсенді қолданылады. Енді сізге ағзаңызға зиян келтіретін диеталарға отырудың қажеті жоқ. Мұнда зімбір тамыры пайдалы болмақ. Себебі, зімбір ағзаның зат алмасуын тездетеді, ал соның арқасында сіз ешқандай ауыртпалықсыз және диетасыз артық салмақтан арыла аласыз. Зімбір тамыры сондай-ақ жүктілік кезінде де пайдалы. Бұл өсімдік токсикоз, бас айналу, балаға зиян келтіретін химиялық заттар немесе биологиялық қоспаларсыз күш жоғалту секілді барлық жағымсыз симптомдарды төмендетуге қабілетті. Алайда бұл жағдайда мұқият болу керек. Өйткені зімбір тамыры қарсы көрсеткіштерге ие. Сондықтан оны жүктіліктің соңғы айларында немесе баланы емізу кезінде пайдалануға болмайды. Зімбірдің дәмі жағымды және оның құрамында зиянды қоспалар болмағандықтан зімбір тамырымен емдеу тиімді ғана емес, сонымен қатар жағымды болады. Оны балға, лимон және қантқа қосып та тұтынуға болады. Қажет болса одан тәттілер, тосап немесе кәмпит дайындасаңыз болады. Зімбір тамыры емдік құрал болғандықтан, оның құрамында әртүрлі витаминдер мен амино қышқылдар бар. Бірақ нақты бір ауруды емдеуде бұл өсімдікті пайдалану кезінде ескерілуі керек қарсы көрсеткіштері болады. Зімбірді емдік мақсаттарда қолдану. Тамақ дайындау кезінде бағаланатын қасиеттерінен бөлек, зімбір басқа салаларда да бағалы. Зімбір тамырын қолдану өте маңызды, оны тіпті дәрігерлердің өзі әртүрлі ауруларды емдеуде ұсынады. Зімбірдің ауырсынуды басатын, антибактериалды және емдік әсері бар екені белгілі. Бұл өсімдік иммундық жүйені керемет нығайтады және тітіркенуді басады. Оны тамаққа жүйелі түрде қолданған кезде, асқазан сөлін қалыптастыра және ас қорытуды ынталандыра отырып, ас қорыту жүйесіндегі қиындықтардан арыла аласыз. Бұл өсімдік тамыры суық тию немесе тұмау кезінде өте тиімді көмектеседі. Онымен тамақ ауруын, жөтелді емдеп, дене қызуын түсіруге болады. Ол денені іштей жылытып, ағзаға бойын билеген инфекцияға қарсы күресуге көмектеседі. Зімбір әйелдерге, әсіресе зат алмасуды жақсарту арқылы салмақ тастағысы келетіндерге өте пайдалы. Сонымен қатар, зімбір тағы бір керемет әсерге ие. Ол құсу, жүрек айнуы, бас айналу секілді жүктіліктің жағымсыз белгілерін жеңілдете алады. Дегенмен, зімбір тамыры кез келген емдік препарат секілді қолдану кезінде қарсы көрсеткіштерге ие болады.
Мәселен, бұл жүктіліктің соңғы айларында жүрген әйелдерге немесе бала емізетін аналарға қарсы көрсеткіш көрсетеді. Оны асқазан жарасы және гастрит секілді жіті асқазан ауруларына шалдыққан адамдарға қолдануға болмайды. Сондай-ақ зімбірді жүрек ауруларынан зардап шегетіндерге де қолданудың қажеті жоқ. Оны әсіресе шектелмеген мөлшерде қолданылу мүлдем кері әсерге әкелуі мүмкін. Айта кету керек, кейбір адамдарда зімбірді шамадан тыс қолданған кезде аллергиялық реакция, жүрек айнуы, құсу секілді жанама әсерлер болған. Егер сізде де осындай жағымсыз әсерлер болса, зімбірмен емделуді біраз уақытқа тоқтатып, маманмен кеңесіңіз. Зімбірді медицинада қолдану. Зімбір ерекше қасиеттерінің арқасында ұзақ уақыт бойы медициналық мақсаттарда қолданылып келеді. Оның көмегімен буын мен бұлшықет ауруларын емдеп, тіпті онкологиялық аурулардың да алдын алуға болады. Дегенмен, зімбір кейбір дәрілермен өзара әрекеттесіп, олардың тиімділігін арттыра алады, ал тағы басқалармен біріккенде олардың әсерін тоқтатып тастауы мүмкін. Сонымен, зімбір тамыры жүрек, диабетке қарсы препараттардың әсерін арттырады. Бүгінде зімбір тамырын кез келген дүкен мен дәріханалардан сатып алуға болады. Бірақ олар көбінесе құрғақ немесе ұнтақталған түрде сатылуы мүмкін, ал бұл оның әсерін айтарлықтай төмендетеді. Сондықтан зімбірді емдік мақсатта қолданғысы немесе тамақ дайындауда пайдаланғысы келетіндер, оны үй жағдайында өсіргені дұрыс болмақ. Зімбір тамырын қолдану кезіндегі қарсы көрсеткіштер. Белгілі бір жағдайларда зімбір тамыры пайдалы ғана болмай, зиян келтіруі де мүмкін. Зімбір 12 елешекте жара болса, тағамды сыртқа шығарып, құсу болса, өтте тас түйіршігі жиналса, температура жоғарыласа, өткір асқазан жарасы болса, және жасана бала емізетін болса қарсы көрсеткіштер көрсетеді. Балалар үшін. Егер балаларға зімбір тамырын бергіңіз келсе, онда ұнтақ түріндегісін емес, балғын зімбірді қолданғаныңыз дұрыс. Себебі, жас тамырды қолдану ұнтақ түріндегі зімбірге қарағанда 2-3 есе көп әсер береді. Бірақ, зімбір тамырын аллергиялық реакциялар қозған кезеңде сақтықпен қолдану қажет, өйткені кейбір жағдайларда зімбір аллергияны күшейтіп жібереді. Сонымен қатар, зімбір тамырын бас терісінің ауруларын және қайызғақты емдеуде де қолдануға болады. Зімбір тамыры адамның бүкіл ағзасына қалай пайдалы болса, шашқа да солай пайдалы. Себебі, зімбір тамыры бүкіл ағзаның қан айналымына жақсы әсер етеді. Зімбір тамырының қолданылуы. Бастапқыда зімбір тамыры тек тағамдарға арналған дәмдеуші ретінде пайдаланылған болатын. Кейінірек, уақыт өте келе, адамдар зімбір тамырының пайдалы қасиеттері мен ағзаға оң әсерін біле бастады. Сондықтан зімбір тамырының аспаздықта кеңінен қолданылатынын айтпай өтуге болмайды. Ал сорпа, ботқа, жемістен жасалған тағамдар мен үй шұжықтары және ет, тауық етіне зығыр тамырын қосса тағам әлдеқайда хош иісті және дәмді болады. Сондай-ақ, зімбір тамырынан ыстық сусындар мен тәтті тағамдар, кәмпиттер, тоқаштар жасайды. Зімбір Еуропада және ақш елдерінде кеңінен қолданылады. Көпшілігі құрамына зімбір тамыры қосылған сыра, ликер сияқты алкоголь өнімдерін тұтынғанды жақсы көреді. Себебі ол иммунитетті көтеріп, ағзаға сергектік сыйлайды. Зімбір тамырын қалай қолдануға болады? Зімбір өсімдігін тұтастай қолданбайды, оның тек тамырын ғана қолданады. Өйткені зімбірдің денсаулыққа және аурудың алдын алуға қажетті барлық қоректік заттары мен қасиеті дәл тамырында орналасқан. Зімбір тамырын сатып алсаңыз немесе өзіңіз өсірсеңіз де болады. Бірақ оны өсіру белгілі бір уақытты талап етеді. Зімбір тамырын қалай сақтаған дұрыс? Әрине, зімбір тамырын бірден бір уақытта қолданып бітіре алмайсың. Сондықтан зімбір барлық дәрумендері мен қоректік заттарын сақтап қалу үшін оны дұрыс сақтай білу керек. Сонымен жас зімбір тамырын тоңазытқышта 1 аптадан артық сақтауға болмайды. Оның өзінде зімбірді үлбірге орап сақтау керек. Және зімбір тамыры құрғақ болуы қажет. Сондай-ақ зімбірді күннің астында кептіріп, қағаз қапшыққа орап, жертөледе немесе тоңазытқышта сақтасаңыз да болады. Бұл жағдайда зімбір 1 айға дейін жақсы сақталады. Ал кептірілген зімбір тамыры ылғалдан қорғалған құрғақ жерде 6 айға дейін сақталуы мүмкін. Бірақ оны осындай түрде дайындамас бұрын 10 сағатқа суық суға салып қойған жөн. Зімбір туралы толық мәлімет бердім. Видеом ұнаса арнама тіркеліп, өз пікіріңізді білдіре кетіңіз. Сіздің ойыңыз біз үшін өте маңызды.